Так, маңызды тема, маңызды тақырып, жалпы мен күнделікті қолданатын основной, жалпы трейдинг саласындағы жалпылама основной тақырыптардың бірі ликвидность. Қысқаша өзімнің түсінігім бойынша айтып кететін боламын. Түсінбесеңдер комментарийға жазып кетіңдер. Қай жерді түсінбедіңдер, и тоже разберемся с вами. Ликвидность бұл ақша. Ликвидностьтің қандай түрлері болады? Так, қараңдар, бізде ликвидностьтің жалпы графикте бірнеше түрлері болады. Ликвидностьтің пайда болуы, неге пайда болады, не үшін ол ликвидность, соны айтатын боламыз. Бірінші ликвидностьтің түрлерімен танысып кететін болайық. Қараңдар, бізде ликвидностьтің мынандай түрлері бар. Так, мінекей. Так, бір. Бұл тоже бірден бір түрі ликвидностьтің. Так, мынандай бар тағы да. Неғып мынандай болып қалды, магнит жоқ сияқты еді ғой что-то. Дұрыстап қазір қойып алсақ. Сіз ыңғайсыз болып қалды да. Қараңдар. Осындай түрі бар. Міне осындай түрі бар. Соңғы жақ бітіш болып кетті. Так, тағы да қазір көрсететін болам. Бізде и потом уже обычный high и обычный low түрі бар, короче. Қараңдар. Давайте енді бірінші қазір теорияға ауысайық. Что такое ликвидность в трейдинге? Өздерің көріп тұрғандай, ликвидность в трейдинге это способность быстро и без значительных изменений цены купить и продать актив. Жалпы бізде трейдерлердің стоп-лосстары бар, тейк-профиттары бар. Қараңдар, бізде өздерің көріп тұрғандай бірінші случайда баға астыға қарай кетіп қалған. И бізде обычный трейдерлер бар, которые біздердің қатысатын ритейл трейдерлер. Солар баға тағы да осы жерге келген кезде астыға кетеді деп өздерінің позицияларын қазір қараңдар. Өздерінің позицияларын осылай ашады, қараңдар. Мінекей. Ой, өптігдік. Мінекей. Осылай ашып қоя салады. Стоп-лосстарын нарықтағы максимумге за максимум қояды. И тейктарын астыға қарай қойып қояды. И былай кіреді мысалға, допустим. И стоп-лосстарын осылай қойып қояды. И баға, в принципе, келесі келген кезінде осы стоп-лосстарды алып кетеді. Бұл стоп-лосстар біздің, мысалға сен егер рынокқа кіретін болсаң, стоп-лоссты қоятын болсаң, стоп-лосс ол продажаға сенің ең, мысалы, активті сатып жіберуге ордер на продажу. Егер де мысалы сен қазір, енді бұяқта қазір біз енді шорт позиция ашып жатырмыз ғой. Төмен деп ашқаннан кейін бұл жердегі біздің ордеріміз на покупку болады. Егер де мысалы баға бізде сен стоп-лосстан келетін болса да қазір, сен бағаны активті сатып аласың да и минус аласың. Яғни сен минус боласың. Ал крупный игрокқа, мысалға крупный игрок деген бар, ол крупный игрокқа сол керек. Именно сен сол минус болғаны керек болады. И позиция мысалға жалғыз сен ғана емес, осындай максимумдардың арқаларында в принципе барлық трейдерлер, көп деген трейдерлер болады. Мысалға осындай максимумның ар жағында, артқы жағында осындай ликвидностьтардан қазір көп түрі болады. Осындай ликвидностьтардан қазір көрсетем. Міне. Осындай ликвидностьтар өте көп түрлері болады. Мысалға барлық осылай стоп-лосстарын қояды. И бізге крупный игрокқа выгодно осы жерден сені сбривать етіп, потом дальше астыға қарай кетіп қалу. Потому что сені осылай сбрив еткен кезде сен минус аласың, и потом мысалға астыға деп ашқан болса, сатуға деп, и сатып жіберуге деп, и сен баға сол жаққа қарай келген кезде, сен стоп-лоссқа келген кезде сатып аласың. И крупный игрокқа выгодно, чтобы өзінің позицияларын таратып жіберу үшін. И обратный случайда то же самое, короче, обратный случайда да. Қара. Так. Обратный случайда то же самое. Вот. Мынандай компрессиялардың астық жақтарында, короче, міне қара. Компрессия, бұл бізде трендовый компрессия болады, қараңдар. Цветінің қараға қоя салайын, чтобы понятно болу үшін. И мына
сызыққа қоя салайын. Қараңдар, бұл бізде трендовый компрессия. Бұның астыңғы жағында өте үлкен ликвидностьтар болады. Потому что бізде астыңғы жақта трейдерлер өздерінің стоп-лосстарын қояды. Қараңдар, мына жақта мысалға жоғарғы деп ашқан трейдерлер, қазір көрсем, өзінің стоп-лосстарын қояды. Мынау төменгі нен трейдтің астыңғы жағына. Өздерің көріп тұрғанда осылай көп позициялар ашады. Ctrl-C, Ctrl-V. Қараңдар, осылай қойып шығады трейдерлер өздерінің стоп-лосстарын. Баға жоғары кетеді деген оймен. Өйткені потому что бізде баға жоғары өсіп жатыр ғой, осы жердегі уровень сақтап. Ал бұл қарапайым технический анализде бұл бізде уровень поддержки ретінде болады. Бұның барлығы солай, и понятно. И баға, скорее всего, бұны болашақта осы зонаны просто так тесіп и дальше өзінің жолын жалғастырады. Дальше жоғары қарай өзінің жолын жалғастырады, немесе астыға қарай кетіп қалады дальше. Самое главное, осылардың барлығын тесіп и дальше өзінің жолын жалғастырып қалады. Немесе астыға қарай кетіп қалады, дальше өзінің жолын жалғастырып. И сен минуста боласың, жайда мына жақта мысалға сен жоғары деп позиция аштың ғой. Бұл жерде сен купить деп басқаннан кейін бұл жерде сенің стоп-лосс ордерің сату болады. И мысалға крупный игрокқа, крупный фондтарға, крупный банктарға қаржы керек болған кезде сені просто осылай сен ордеріңе келіп, сен ордеріңді алып қойып и жоғары қарай кете салу выгодно болады. Өзің түсініп тұрған, мына жақта способность быстро и без значительных изменений цены купить и продать актив. Ликвидность бұл ақша. Ликвидность это деньги. Вот солай. Жалпы крупный игроктар постоянно осы стоп-лосстарды жалпы по характеру не істеуге тырысады, короче. Ликвидностьқа қарай баруға, жайды сен стоп-лоссыңды жалпы солай қоятын болсаң, енді сен қоймайсың ғой енді, бірақ обычный трейдер қояды. И соларды жалпы осылай ойыннан шығаруға тырысады. Бұл такой закон, короче. Енді қараңдар, бізде ликвидностьтің бірнеше түрлері бар. Жалпы сендерге түсіну керек нәрсе, бастарында қатырмай қойыңдар. Мен сендерге просто кратко и ясно айтып кетем. Ликвидностьтің бірнеше түрлері болады. Міне, бізде рыноктың ішінде преобразоваться етілген каждый хайның максимумда, және каждый минимумда бізде ликвидностьтар болады. И баға соны ары қарай в будущем шешіп, обновить етіп, дальше жоғары қарай кетуі мүмкін. Немесе просто так баға бұл ликвидностьті шешіп, и одан кейін астыға қарай кетіп қалуы мүмкін дальше. Осылай. Ликвидностьті шешіп. Жалпы каждый осындай остановкалардан осы максимумдардың жоғарғы жақтарында, және каждый бізде минимумдардың төменгі жақтарында бізде ликвидность болады. Қараңдар, міне. Мына бізде максимум жоғарғы жағы, бізде минимумның төменгі жағы. Оларда ликвидность болады. Особо қатты бізде бағаның привлекать ететін бағаны шақыратын өзіне ликвидность, ол бізде қараңдар қазір. Бұл бізде максимумның ликвидностьті. Енді қараңдар, бізде мынандай ликвидностьтар бар. Равные high, equal highs. Міне, осындай бізде равные high пайда болады. Бұл бізде технический анализде фигура сондай специальный, который бізде обычный трейдерлер ойлайды, что бізде баға осы жерде астыға қарай тағы кетеді деп. И дальше бізде что будет? Потом бізде осылай ликвидность шешіп тастайды, и потом дальше бізде баға астыға қарай өзінің жолын жалғастыра береді. Осылай. Енді түсіндіңдер ғой примерно. Вот солай. Бұл бізде қазір сендерге атын жазып қоя салайын. Равные максимумы және равные минимум дегенге бөлінеді. Equal high деп жазасыңдар бұны айшын. Equal highs. Тағы да енді қазір equal low'ды сызып көрсем. Мінеки. Бұл бізде equal low. Мінеки. Өздерің көріп тұрғанда equal high. Но бізде equal low. Бұл бізде баға үшін магнит. Баға осы ликвидность шешуге постоянно барады. И мен осы ликвидностьтерді күніге қолданамын. И және де максимумдардың жоғары жақтары, және де астыңғы жақтары, и максимумдардың минимумдары. И нелері? Минимумдардың жоғары жақтары, астыңғы жақтары, короче. Так, тағы да бізде трендовый ликвидность деген болады, және де компрессия деген болады. Трендовый ликвидность деген біздің обычный трендіміз. Ол трендтердің астыңғы жақтарында ликвидность болады. Так, бұл енді компрессияны сызып кеттім. Представим, что обычный бізде тренд бар. Басқа еші өздерін көріп тұрғандай. Және де осы трендтің бізде астыңғы жақтарында әр минимумда ликвидность болатын жай айтқым келіп отыр. Және де әр максимумда тоже ликвидность болады. Бірақ енді максимумда біз обновление жасайтын болғаннан кейін это уже не важно. Так, қараңдар, әр минимумның астыңғы жағында ликвидность болады. Және де біз трендовый ликвидностьті былай белгілесек те болады, қараңдар. Астыңғы жағынан алып былай белгілейміз. Өздерің көріп тұрғандай. Болашақта осы минимумдардың әрқайсысын бізде баға шешіп шығады. Былай шешеді. Былай шешеді. Былай шешеді.
шешіп шығады. Немесе енді бізде сценарийлер өте көп болуы мүмкін. Сразу баға бізде асты қарай кетіп, барлығын шешіп, дальше жоғары қарай кетіп қалуы мүмкін, немесе дальше осылай өзінің жолын жалғастырып кетуі мүмкін. Бірақ ликвидностьтың бар екендігін біз жоққа шығара алмаймыз. Тек қараңдар, мынау бізде трендовый ликвидность, мынау бізде равные лои, равные хаи. И бізде мынау максимумдағы қалыптасқан ликвидность. Өздерің көріп тұрғандай 1, 2, 3 түрі, тағы да қазір компрессия деген түрі бар. Қазір енді мен өзім сөзіме тұздық болсын деп примерлерінде келтіретін боламын, уайымдамаңдар. И бізде рынокта андай ликвидностьта кездеседі. Часто бізде осындай ситуациялар болады, что баға бізде осылай бір-біріне жабысып, өте тығыз қозғалып, осылай тренд создавать етеді да, осының астында бізде ликвидностьтар болады часто. И бұл жалпы ликвидностьтар болашақта өте қатты болып шешіледі осылай. Часто байқайтын болсыңдар, рынокта өздерің көріңдер, ситуацияларды бақылап шығыңдар, и бұл өздерің түсінесіңдер, короче. Бұл бізде өздерің көріп тұрғанда компрессия. Давайте алайық. Міне астыңғы жағында осының бізде ликвидность болады. Міне. Мінекей астыңғы жағында ликвидность болады. И жайлап болашақта баға оны шешеді. Міне ликвидностьтың түрлерін көрсетіп шықтым. Равный максимум, бірдей максимумдар, бірдей минимумдар, немесе міне әр максимумның бас жағында, әр максимумның төменгі жағында. Жайлап міне қараңдар. Осындай компрессия болады. Өздерің көріп тұрғандай, компрессия бізде жоғарғы жағында ликвидность болуы мүмкін, астыңғы жағында ликвидность болуы мүмкін. Тағы да бізде боковик деген бар. Бұл бізде бағаның бір сторонада қозғалуы. Бұл енді өздерің көріп тұрғандай осылай қозғалады баға. Часто осындай ситуацияларды көретін болсаңдар, бұл бізде накопление болады. Баға бізде екі жақтан да ликвидностьті жинап жатады. Яғни осылай бізде объем жинап жатады баға, бізде крупный игрок. Жалпы бұл боковикті, дұрыс ба негізі? Бұл боковикті болашақта баға в принципе екі жағын да шешіп кетеді негізі. Трейдерлер бізде обычный трейдерлер баға ойлайды, что бізде боковик кезінде мысалы бірінші жоғарғы кетті ғой, екіншісінде тоже жоғары қарай кетеді деп ойлайды, өзінің сделкасын максимумға қояды и стоп-лосстарын осылай қойып қояды. Өздерің көріп тұрғандай минимумға. И потом уже дальше бұларды бізде крупный игроктар, жалпы нелер, роботтар осылай астыға қарай шешіп, и жоғары қарай кетіп қалып, тағы жоғары қарай шешіп, и потом бытшыс болып кетеді, короче. Біз именно бұл боковикті көрген кезде қалай жұмыс жасаймыз? Біз боковикпен жұмыс жасаған кезде жалпы қазір көрсем. Қозғалта алмайды екенсің ғой. Боковикпен жұмыс жасаған кезде жалпы біз астыңғы ликвидностьті баға боковиктің шешілгеннен кейін и жоғарыға деп ашсақ болады. Жоғары жақтарда бізде цельдер болуы мүмкін. Потому что бізде ликвидность шешілмей тұрып, бізде бір неэффективность пайда болады. Потому что неэффективность пайда болмай тұрып, неэффективность негізі баға өте қатты құлаған кезде пайда болады. Баға қай кезде өте қатты құлайды? Ликвидность шешпей тұрып құлайды. Мына мысалы бізде имбаланс болуы мүмкін. Осы имбалансқа шейін деп сделка ашасыңдар болады. Баға или имбалансқа келген кезде осы имбаланстан төмен деп сделка ашсаңдар да болады сендер. Осы имбаланстан төмен деп сделкаларыңды ашсаңдар болады. Уақытша төмен деп. Бізде ешқандай запрет жоқ. Өздерің қалаған сделкаларыңды аша аласыңдар. Мысалы осы имбаланстан төмен деп ближайший астыңғы имбалансқа шейін, немесе астыңғы бір кішігірім ликвидностьтерге шейін ашсаңдар болады. Бұл жерде әркім өзінің фантазиясы бойынша жалпы жасайтын болады. Енді мен максимально сендерге стараюсь, чтобы жақсылап тұрып түсіндіруге. Бірақ енді командаға қосылатын болсыңдар, мен толыққанды түсіндірем. Бұл енді бесплатный информация болған екен, алып қалыңдар. Вот солай. И жоғарғы жағында тоже самое. Жоғарғы жағында бізде солай тоже жұмыс жасайсыңдар. Жоғарғы жақта бізде баға тескеннен кейін боковикті астыға деп бізде қашсаңдар болады. Осы имбалансқа шейін, немесе астыңғы жақтарда ликвидностьтерге шейін. Өздерің көріп тұрғандай, біз ликвидностьті көрген кезде қалай жұмыс жасаймыз? Ликвидностьтің шешілгенін міндетті түрде күтеміз. Мысалға осындай равный максимум болатын болса, равный максимумы, значит біз осы равный максимумның шешілгенін күтеміз. Мысалға қараңдар. Равный максимум шешілді ма? Енді осы шешіліп болғаннан кейін астыға деп астыңғы жақтан өзімізге мақсат тауып, цель тауып, сол астыға деп сделка ашып жіберсек болады. Немесе баға астыға келген кезде қайтадан үстіге деп ашсақ та болады. Бірақ ол енді неудобная позиция, реально. Вот солай. Ликвидность көрген кезде сендер ликвидность шешілгенін күтесіңдер. И дальше, в принципе, жұмыс жасайсыңдар. Дәл қазір мен бір минут келем. Күте тұрыңдар кішкене.
Так, қайта ораламыз. Давайте енді қазір мен графикта живой пример көрсетемін. Жалпы схематический примерін көрдіңдер деп ойлаймын. Барлығы түсінікті деп ойлаймын, барлығы понятно деп ойлаймын. Ал енді біз примерге графиктегі іздеп көретін боламыз. Любой таймфреймді іздесек болады. 5 минутқа кіріп қарайық. Біз қолданатын таймфреймдер часто 5 минут пен 1 минут. Давайте енді іздейміз ликвидностьті. Қараңдар. Барлығын түсіндіңдер, естеріңе сақтап алдыңдар. Енді бұл барлығын қазір өшіретін боламын мен. Так, давайте мен өзім басқа командама кірейін. Trading View. И ол жерде, короче, менде не бар да, короче. Симуляция рынка бар. Қараңдар. Бұл жерде қазір біз давайте долларда көрейік, еврода көрейік, то есть. Так, удалить объекты рисования. Бұл жерде өзіммен жеке нәрселерім жасағам. Так, давайте бір 5 минутқа кірейік. Бұл жерде 5 минут жоқ екен, бірақ 5 минутқа кіреміз, қараңдар. Бетеміз, симуляция рынка, любой жер таңдаймыз, қараңдар. И көреміз сендермен бірге. Қараңдар. Бізде боковиге, міне. Басында бізде өздерін көріп ликвидностьтар осылай жиналған. И дальше баға бізде оны импульсны шешті. И дальше енді астыңғы жақта тоже ликвидность бар ғой бізде. И астыңғы жаққа тоже кетіп қалды. И осылай бізде екі жақтан тоже не істейді. Ликвидность шешеді. Боковикте ликвидность шешілген кезде сендер не істей аласыңдар бұл жерде. Өздерінің сделкаларында жоғарыға деп ашсаңдар болады. Бізде, например, бізде цель болды мына жақта. Баға үш жаққа келген кезде сендер осы имбалансқа шейін, имбаланс жоқ екен ғой. Тогда осы максимумге шейін, осы факталь максимум ликвидностьтің шешілгенге шейін деп сделка ашсаңдар болады. Әйтеуір шешіліп болғаннан кейін баға бізде жоғарыға қарай кету керек. Вот солай. Так, енді бұл пример бізге жеткіліксіз, давайте көрейік. Так, қараңдар. Өздерің көріп тұрғандай бізде нарықта ликвидность бар. Бұл бізде равные максимумы. Так, бұл жерде жоқ. Давайте равные максимумы. Қараңдар, бізде баға не істеді? Астыңғы жақтағы ликвидностьті шешті. Біздің астыңғы жақта кішігірім имбаланстарды тест жасады, толтырды. И бізде енді жоғары қарай кету керек. Бізде мына жақта кішігірім біздің целіміз бар, одан кейін мына жақта цель бар. Енді баға не істейді екен көреміз. Өздерің көріп тұрғандай бірінші цельді шешеді, асты қарай кетеді кішігірім. Мына жақта тоже қараңдар, бізде компрессия бар. Мынау бізде компрессия. Көріп тұрғандарында. Осы компрессияны тоже бізде баға шешу керек. Так. Қазір компрессияны алып қойсақ. Міне, бұл бізде компрессия. Бұны тоже бізде баға шешу керек. Бізде мына жақтағы ликвидностьті көріп тұрғанда шешті. Енді дальше не істейді екен қызық бізге баға. Көрдіңдер ғой, асты қарай кетті, компрессияны шешті. Мінекей. И енді келесі бізде шешкен жоқ. Ну, мына жақта шешті енді. Компрессияны любой бастан басы болсын, ортасы болсын шешілгеннен кейін уже болды, все. Выполнение болды. Жоғары қарай кетеді қазір баға. Бірінші компрессия толыққанды шешіледі, аяқталады. И мына жақтағы ликвидность шешілу керек. Ол ликвидность пайда болғаннан кейін ол бірден шешіледі деген сөз емес. Ол рано или поздно шешіледі. Самое главное, бірақ шешілгенін күтеміз. Так, көрейік. Өздерің көріп тұрғандай, ликвидность бізде рано или поздно шешіліп болғаннан кейін ликвидность астыңғы жақтағы, үстіңгі жақтағы ликвидностьтарды біз шешіп кеткен екенбіз, көрдіңдер. Өздерің көріп тұрғандай шешіп тастаған екенбіз. Міне. Баға итог мына жақтағы полностью ликвидностьтардың барлығын мына шешіп кеткен екен. И жоғары қарай кетіп қалды. Осы ликвидность шешілгеннен кейін мысалға сендер өздерінің сделкаларын мына жақтағы максимумға шейін деп сделка ашсаңдар болатын еді. Вот цельдерің осы максимум болғанда болатын еді. Вот солай. Тағы да пример іздейміз қазір. Көріп тұрғандарында мынау бізде равные максимумы. Көріп тұрғандарында равные максимум бізде осылай болу керек. Міне. Мысалға мына жақтағы пример бар, бұл бізде равные максимум емес, міне қараңдар. Бұл бізде уже шешіліп қойған ликвидность. Міне. Бұл бізде дұрыс емес, бұл бізде уже шешіліп қойған ликвидность. Равный максимум ол бізде осындай болады, міне. И осыны біз белгілейміз, и осы бізде ликвидность ретінде болады, және де ол шешіледі. Equal high деген сол міне. Так, пока бізде мына жақтағы ликвидность шешіліп жатыр, фрактальный. Көреміз. Өздерің көріп тұрған ликвидность шешілді. Бізде енді келесі цель бар. Астың жақтағы мынау имбаланс. Может быть, и жақтағы уже бірақ нерде бізде ликвидность шешіліп қойған байқап тұрмыз. Астыңғы жақтағы ликвидность шешілгеннен кейін біздің келесі целіміз уже болды. Жоғарғы жақтағы ликвидность болады. Бірінші астыңғы, сосын үстіңгі. Бірінші үстіңгі, сосын астыңғы деген сияқты. Астыңғы жақта енді бізде имбаланс зорасы бар, пока баға соған келетін секілді менің ойымша. Давайте көрейік. Өздерің көріп тұрғанда келді, тест жасады. Вот. Мына жақта өздерің көріп тұрған тағы да бізде равный максимум шықты.
өздерің көріп тұрғандай бірінен кейін бірі. Самое главное, мына жақта бірінші максимум, екінші максимум, бірінші максимумды обновить етпеу керек, яғни осылай болмау керек. Айтсам болады міне. Қазір мен тіке бүйтіп сызайын, қараңдар. Бізде баға былай шешіп тастамау керек ликвидностьті, потому что ол уже қате болады бізде. Шешіп тастайтын болса. Мінекей. Осылай шешпеу керек. Міне, равный максимумы. Баға бұны болашақта шешеді. Өздерің көріп тұрғанда бізде мына жақта қазір ликвидность бар, осыны баға бірін шешу керек. И шешті, өздерің көріп тұрғанда, енді келесі цел біз жоғары жақ. Міне. Міне жоғары жаққа қарай келді, шешті. Бұл шешіліп болғаннан кейін өздерің көріп тұрғанда біз не істей алатын едік. Астыға деп 10 минутқа, 5 минутқа, неважно, мынау имбаланстарға шейін деп сделка ашсақ болатын еді. Өздерің көріп тұрғандай, астыға прекрасно баға кетіп қалды. Көріп тұрғандарындай. И в моменте өздерің көріп тұрған минимумды бірінші шешіп кетті баға. И одан кейін барып жоғары қарай кетіп, бізде мына жақтағы максимум шешті. Сендер просто дұрыс не істеу керексіңдер, қалай айтсам болады, определять ету керексіңдер, қай кезде қай ликвидность шешіледі. Оның барлығын өздерің осылай бэктест жасап, өздерің демода торговля жасап үйренесіңдер. Оның барлығын мен айтып отыра алмаймын, ол өте үлкен опытты, тәжірибені талап ететін болады. Мен сендерге барлығын түсіндіремін. И өздерің ары қарай дальше алып кетесіңдер. Трейдинг оңай емес. Все-таки бірақ базасын түсініп алсыңдар, не істеу керектігін қай кезде түсініп алсыңдар болды, самое главное. Так, равный максимумны көрсеттім. Енді хайдың ликвидностьтарын көрсету керек. Мына жақта мысалы тағы міне көріп тұрғандарда равный максимум бар, мінекей. Осы равный максимум бізде баға шешу керек, рано или поздно. Рано или поздно. Міне, қара. Так, давайте 15 минутқа қояйық. Біз равный максимумымыз баға қараңдар. И бізде өздерің көріп тұрғандай конце концов шешіп тастады. Ликвидностьтар шешіледі. Астыңғысы, үстіңгісі не важно. Так, кстати, мен трендовый ликвидность айтпаған екенмін ғой. Қараңдар, бізде мына жақта трендовый ликвидность бар. Бұл обычный тренд. И ол бізде рано или поздно шешіледі. Міне қараңдар, бізде трендовый ликвидность бар, иә? Міне. Осы бізде рано или поздно шешіледі. Енді қарайтын болсақ, бізде өздерің көріп тұрғандай бізде шешілген. Мына жақтағы минимум шешілген, иә? Шешілмепті. Давайте енді принципиально осыны шешілгенін күтейік. Давайте. Көріп тұрғандарында міне шешілді. Полностью біздің трендовый ликвидность шешілді. Рано или поздно любой ликвидность шешіледі. Шешілусіз ешқандай ликвидность қалмайды. Ол шешіліп болғаннан кейін астыңғы жақтағысы енді келесі цель біздің үстіңгі жақтағы любой цельдер. Мынау үстіңгі жақтағы максимум болуы мүмкін, немесе имбаланстар болуы мүмкін. Астыңғы жақ цель орындалды ма, болды, үстіге аша беріңдер сделкаларыңды. Вот солай. Бұл бізде любой таймфреймдерін жасайды. 1 минут, 3 минут, 5 минут, 1 сағат, ай, күн, апталық, бүкіл жерде осылай. Ликвидностьке запомните. Баға постоянно ликвидностьке қарай баруға тырысады. Ликвидность бұл бізде главный нәрсе баға үшін. Главный топливо деп айтсақ та болады. Мен основной қолданатын нәрсем ликвидность болса. Бұл ликвидностьсіз рынок ешнеке емес. Надеюсь, түсіндірдім деп ойлаймын достаточно. Равные хаи, максимумның хайлары, лойлары, равные лой барлығын түсіндірдік. Өздерің көріп тұрғанда мына жақта тағы да бізде пример көрсетейін. Мына жақта бізде ликвидность болды, баға оны өздерің көріп тұрғанда шешіп кетті. Ликвидность болды, баға оны, скорее всего, тоже шешіп кетеді. Ликвидность болды, баға оны тоже шешеді. Бүкіл ликвидность, бізде компрессия өздерің көріп тұрғандай. Тоже бұны бізде баға шешіп кетеді. Рано или поздно. Мына жақта қараңдар, бізде не бар, ликвидность бар, равный максимум ретінде. И тоже баға оны бізде шешіп кету керек. Қараңдар. Рано или поздно любой ликвидность бізде шешіледі. Вот қазір осылай бізде аяқталып қалды. Бұл бізде цель ретінде қалады 1 сағат времяде. Вот солай жігіттер, қыздар. Ликвидность итог аяқтайық. Ликвидность бұл біздің жалпы баға үшін самый главный нәрсе. Рыноктың қозғалуы үшін основной топливо болады. Бұл есептеледі. Ликвидность бұл бізде главный нәрсе қолдану үшін біздің торговлямызда. Лично менің өзім ликвидностьті, имбалансты, ордер блокты, фитильді деген сияқты брейкер блок бәрін қолданам. Ал основнойлары имбаланс пен ликвидность мен торговлямда. Мен ликвидностьті көретін болсам рынокта, ликвидностьта бізде сделка ашудың бірнеше түрлері бар. Осындай максимумды көретін болсаңдар сендер, осы максимум шешілгеннен кейін барып астыға деп сделкаларыңды ашсаңдар болады. Төмендеп бір сделка нелерге, осындай зоналарға имбаланс болсын, или тағы да бір ликвидность болсын, астыңғы жақта баға қалдырып кеткен осылай. Осыған болсын, баға келіп шешуге. Болмасақ просто ликвидность шешілгеннен кейін астыға деп сделка ашсаңдар болады. Бұның енді теріс варианты. Мысалға баға бізде осылай келеді, ликвидностьті шешпекші болған кезде, мұны қараңдар. Шешіп болғаннан кейін бізде қараңдар.
астыңғы жақтағы ликвидность, жоғары қарай осы бір имбаланстарға деп, немесе бір бағаны создавать еткен как будто осы ликвидностьтеріне дейін деп ашсаңдар болады, который баға шешу керек жоғарыға деп, и сендер вероятно аласыңдар. Мен әр торговлямда мен сендерге көрсетіп жатырмын қайтып жұмыс жасау керектігін. Бірден ештеңе түсініп кете алмайсыңдар. Мен әр торговлямды көріп, әр видеома лайк басып, менің живой торговляларымды көріп, барлығын өздерің со временем түсінесіңдер. Түсінбеген сұрақтарым болса, подробный разборларым болатын болса, тағы да мен видео түсіретін боламын. Мен еш жаққа жоғалмаймын, барлығымыз осы жердеміз. Тағы да бұл ликвидность жайлы видеолар шығатын болады. Мен де әлі қазір оқып түсіндіретінім бар. Мен өзімнің енді барынша түсіндірдім сендерге. Видеоға лайк басып қолдаңдар обязательно. Вот солай. Так, трендовый ликвидность болсын, қандай ликвидность болмасын, барлығы бірдей жұмыс жасайды. Қараңдар міне. Мысалы бізде трендовый ликвидность бар, міне. Біз трендтің слом болғанын көрдік мына жақта. Енді қазір криво сыздым, қараңдар. Трендовый ликвидность бар. Ой, блин. Міне. Трендовый ликвидность бар. Біз осы трендтің слом болғанын көрдік. И біз осы трендтің бір минимумдарына деп сделка ашсақ болады. Осы трендтің минимумдарына шейін деп астыға деп сделка ашсақ болады бір зоналардан. Ол бізге тоже ликвидность болып қалады. Бағаның астыға қарай кету үшін. Не забываем, что за каждым максимумом и за каждым минимумом есть ликвидность, который цена должен рано или поздно обязательно снять. Егер де мысалға сендер осындай движение көретін болсаңдар, мысалға қазір баға мысалға осылай тоқтап тұрған болса, міне бұл бізде ликвидность, бұл бізде равный максимумы. Баға бізде астыңғы жақтағы ликвидностьті шешіп, одан кейін барып сол астыңғы жақтағы ликвидностьті шешіп болып, жоғары қарай кетіп, осы жақтағы ликвидностьті шешуі мүмкін. Ал сендер жоғарыға деп осы ликвидностьқа шейін деп сделка ашсаңдар болады. Ликвидностьті шешіп болғаннан кейін астыңғы зоналарға дейін деп астыға сделка ашсаңдар болады. Сендерде екі попытка бар. Либо ликвидностьқа шейін деп, либо ликвидностьтан кейін деп сделка ашсаңдар болады. Вот солай. Бұл тоже имбалансқа ұқсас. Почти имбаланс и ликвидность одно и то же, но немножко разные. Имбалансқа сендер шейін деп сделка ашсаңдар болады, немесе имбаланстан кейін деп сделка ашсаңдар болады. То же самое, ликвидностьқа шейін деп, ликвидностьтан кейін деп сделка ашсаңдар болады, астыға деп. Вот көрдіңдер ғой, вот солай. Так, жалпы максимально сендерге түсіндіріп жатырмын. Максимально понятно болды деп ойлаймын. Дальше тағы да бұл тақырыптарды айтып өтетін боламыз. Бірақ енді сендер самый базаны білдіңдер деп ойлаймын. Толық ақпарат алу үшін, конечно, командаға қосылуларың керексіңдер. Детально, досконально түсіндірген видео сабақтардың барлығы менің командамда бар. Жаңадан келгендерді бір ай доступқа қосып жатырмын, сондықтан да командамды сендерді күтетін боламын, егер үйренгілерің келсе. Баршаңа рахмет. Баршаңа өзімнің телеграм каналыма қосылып шақырамын. И сау болыңдар.